Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай алмұрт құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктері. Жасыл матамыздан көлемі 6x6 болатын 3 штук, көлемі 6x6 болатын қою жасыл матамыздан 2 штук, және де фиолетовый матамыздан 5 штук қажет. Бұлардың көлемі 6x6. Және де көлемі 5x5 болатын жасыл матамыздан 18 штук, қою жасыл матамыздан 2 штук, және де фиолетовый цветімізден 6 штук қажет. Сонымен қоса осындай сызылған шаршы сызылған мата керек. Ұзынынан 6, енінен 3 шаршы сызылған болу керек. Бұлардың көлемі 5x5. Бұны қазір тігу барысында сіздерге көрсететін боламын. Әзірге алып қоя тұрамыз. Сонымен қоса тағы да ені 6 см болатын лентамыз қажет. Ең алдымен құрағымызға қажетті бөлшектерді біріктіріп алатын боламыз. Ол үшін көлемі 6x6 болатын шаршыларды біріктіретін боламыз. Қою жасыл және жасыл матамызға фиолетовый цветімізді түгін бір-біріне қаратып орналастырамыз. Және де ортасынан сызық сызып, екі жағынан, сол сызықтың екі жағынан тігіс түсіретін боламыз. Мінекей тігіп алдық. Осы тігілген екі тігістің ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып аламыз. Сол кезде осындай төрт бұрыштылар шығатын болады. Ендігі кезекте құрағымызды орналастыратын боламыз. Ең алдымен осы матамызды орналастырамыз. Әзірге мен сіздерге осы теріс жағын көрсететін боламын. Мына құрақты құраған кезде осылай тігінен салса да болады негізі, бірақ ол кезде әдемі көрінбейді. Сол үшін құрағымыз оңай құралсын деп мен өйстіп сызып, бірақ ортасын қиған жоқпын. Тіккен кезде қазір лапканың бойымен тігіп шығатын боламыз. Тігіс барысында көретін боласыздар. Әзірге осылай орналастырып сіздерге көрсете берейін. Мына жерде құрағымыз сыймайтын болғандықтан төменгі бөлігін әзірге жинап алып қоя тұрамыз. Бірінші жоғарғы бөлігін орналастырып, соны құрап алатын боламыз. Мына жерде төменге қарай түсіріп жатырмын, мінекей сіздерге көрінсін деп. Ары қарай құрағымызды орналастыратын боламыз.
Ендігі кезекте осы орналастырған құрағымызды біріктіріп алатын боламыз. Жоғарғы жағын 6 бөліктен, төменгі жағын 4 бөліктен бір-біріне біріктіріп алатын боламыз. Видеоны мұқият қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті көрсетілген. Егер де менің құрағым сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мінекей жоғарғы бөлігін біріктіріп алдық. Енді дәл осылай төменгі бөлігін біріктіретін боламыз. Ең алдымен төменгі бөліктерін рет-ретімен орналастырып аламыз. Мінекей осылай орналастырып алдық. Енді осы матамызды, үлкен матамызды дәл осылай қалдырса да болады. Бірақ ол кезде әдемі көрінбейді құрағымыз. Сол үшін біз осы сызықтың бойымен бүктеп, лапканың бойымен түзу сызықтар жүргізетін боламыз. Бүкіл сызық арқылы жүргіземіз. Видеоны мұқият қарап отырыңыздар.
Мінекей, енді осы екі бөлікті бір-біріне біріктіретін боламыз. Енді осы құрағымыздың жан-жағына ені 6 сантиметрлік фиолетовый лентамызды орналастырып шығамыз. Енді осы алмұртымыздың сабағын, яғни бұтағын жасайтын боламыз. Ол үшін мен қара мата алдым. Өстіп қиып аласыздар, кішкене ғана, соны түзеу тігіспен орналастырсаңыздар болады. Бұтағымызды орналастырып болғаннан кейін құрағымызды утюгпен утюгтеп тігістерін бастырып шығамыз. Сол кезде осындай әдемі алмұрт құрағы шығады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.